Мен штативім қайда, телефоным бос па сенің? Я штативім қайда, штативімді алып кел, соған телефонды қойып. Инстаграмды қосып қойып, неқта тикток қосылып жатыр. Штатив қайда, мама? Нұрсұлтан, мама штатив напишь. Я прямойдамын. Қоса берейін ба прямойды? Я жаңа неге қоса берсе Инстаграмға. Хан дейді, теперь с вами Саныч дейді. Электентон. Мен сондай эффекттерім сондай мен. Онына бас жоқ қой. Бас өйдім. Эффекттерім сондай мен. Соска қылып жереді сразу. Ау. Не ғой? Не ғой? Демеші дедім ғой мен саған. Не ғой? Андай. Не ғой? Ақша айтса. Ақша? Эфирімді өткізіп қойын, сосын берем. Ұзарттың ба? Иә. Жатып алып эфир өткізейік. Просто магазинге барайын деген ғой. Просто магазинге барайын деген ғой. Қадап берші. Дұрыс тұр ма? Анаусында дұрыс көтеріп қоясың ғой. Мына жерін ашшан, мына жерін бүйтіп ашшан ше. Соны не қылады. Сөйтіп көтеріп қойда, сосын не қыласың. Жоқ ей былайынан, болады осы. Маймай болады. Шашлығын жеп алдың ба? Иә. Қалай не ма? Нормаль ма? Дәмді ма? Әдем ба? Жатып алып тұрып эфир өткізейік десей. Магазин түнгі 1-ге дейін істейді ғой. 1-2-ге дейін істей береді. Круглосутки істейді магазин. Астанадан басқаладан қайнап келемін дегендей. Қайырлы кеш қыздар, баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай, күндеріңізге сәттілік деп айтайын деп атсам, әдетпен күн емес түн екен ғой. Қайырлы кеш ал. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Инстаграм және тикток менің әлеуметтік желі оқырмандарым деп айтайын ба. Күшті болып сөйлеп үйрену керек еді негізі. Қалайсыз дейді Гүлфия, жақсымын шүкір. Шүкір, аман есенмін. О, Нүппаш. Қалай. Дейін деп атсам, оны приглашение дейді о. Қолым терісі ашылып кетті? Ашылып кеткен екен. Шіріп. Абайла ше, айналайын. Кәні, көрсетші. Кәні? Не болған оған? Тілеп кеткен ғой. Қолымды жу бар. Жылы сумен жу. Қолым істемейді. Сәлеметсіз бе, ақшам бітіп қалады деген қорқыныштан қалай арылуға болады дейді. Қыздар, любой қорқыныш болады ғой енді. Мен негізде эфирға не үшін кірдім жалпы? Осы кешкі мотивация болсын деп сіздерге. Жалпы қорқыныш болсын, сізден біреулер болашақтан қорқады, біреуі жалғыз қалудан қорқады, біреуі өткен өмірден қорқады, өткен шақтағы жаңағы ақша таба алмай қалу деген қорқыныш болады. Әркімде әртүрлі қорқыныш қой. Негізі қорқыныштан арылу қыздар ұзақтау процесста бірден арылып кете алмайсыздар, бірақ кішкене шамалы еңбек етулеріңіз керек. Біреулер аурудан қорқады, жазыла алмай қалам. Біреулер ауру баладан туам деп қорқады, біреу вообще бала туа алмайым деп қорқады. Сіздерге ең керек практика айтайын ба қыздар? Сіздер медитацияда көп отыруларыңыз керек. Көбірек медитацияда ше. Көп рет тыныштықта отыруларыңыз керек. И сіздерге анандай болып қашудың қажеті жоқ. Мысалға сіз қорқып тұрсыз ғой, жаңағыдай қорқып тұрсыздар ғой, мысалы біреу болашақтан қорқып тұрсан, барып біреулерді іздеп, жалғыз қалудан қорқсан, біреулерді іздеп, өйтіп кетудің қажет жоқ. Өзіңізге не сезініп тұрсыз, соны мойындауыңыз керек та.
и өзіңізге айтуыңыз керек, я мен қорқып тұрмын қазір. Бірақ бұл шындық емес. Сен просто қорқып тұрсың деп өзіне мойындауың керек та, вот. Просто қорқып тұрсың. Түсінікті ма? Қорқудың қажеті жоқ деген сияқты өзіне жайлап түсіндіріп айту керек. Сезім, не сезіп тұрсың, соны бақылау керек. Және де көбірек медитацияларда отыру керек. Көбірек тыныс алу практикаларын жасау керек. Көбірек тыныштықта 15-10 минуттай отырып сіздерге үйрену керек. Солай өз-өздеріңізді жеңесіздер. Сіздердің жаңағы қорқыныштарыңызды ешкім кеп жеңбейді, қыздар. Шын айтайын ба, ешкім келіп сіздің өміріңізді ешкім өзгертпейді. Дәл сол сияқты сіздің фигураңызды ешкім кеп дұрыстап бермейді. Мысалға, мынау тренерлер бар ғой, жаңағы арықтататын, не қылатын, мысалы Гербалайф болсын, любой жерге барасың ғой, біреу арықтап кетеді да, біреу арықтамайды. Бәріне бірдей продукция беріліп жатыр. Бәріне бірдей нәрсе беріліп жатыр. Бірақ бәріне бірдей зарядка жасалып жатыр, біреу арықтайды, біреу арықтамайды. Біреудің өмірі өзгереді, біреудің өмірі өзгермейді. Неге? Өйткені әр адамның біреу дайын емес. Біреу әлі толыққан шешім қабылдаған жоқ. Вот точно шешім қабылдаған кезде адамның өмірінде өзгеріс пайда болады. Ол фигурасында болсын, ол несінде болсын. Сондықтан адам осознанно қабылдау керек. Мысалға, мен де айтамын ғой, мен неше жыл болды, мысалға, мен өзімнің салмағымен күресем да всегда ше. Подсознаниямен де жұмыс жасап жатырмын, анандай да дұрыс тамақтану жағында кейде бір нәрселерді ішем, но все равно менде артық салмақ кішкене жаңағы бар да, ондай қатты көп деп айтпаймын артық салмақты. Сол сияқты мен өз-өзіме айтам, былайынан айтам. Марал деймін да, кімді алдап жүрсің деймін да, мысалға тамақ жеп аламда далаға шығып жүріп келгім келеді. Далаға жүріп сол қорытылып кетсе деймін. Сосын тамақ жеп аламда артынан бір нәрселерді ішіп жүрем. Ана тезірек қорытылып кетсін деп өз қолыммен өзімді жаңағы управлять еткім келіп жүр ғой, контроль деп айтады ғой. Сосын мен айтам, Марал деймін ғой, сен кімді алдап жүрсің вообще? Кімді алдап жүрсің? Тамақты жеп аласында тез қорытылып кеткенін қалайсың? Тамақ жеп аласында жаңағы бір нәрселерді ішіп қорытып тастағың келеді. Сондай өзіме бір нәрселермен өз-өзімді алдап жүрмін ғой. Мен нақты әлі шешім қабылдаған жоқпын, что фигурный болам, стройный болам деп. Неге? Өйткені мүмкін оның ар жағында бір қорқыныш жатуы мүмкін да. Мен арықтап кетсем болады ғой адамда. Мысалы, көп ақша тапсам бұзылып кетем дейді. Көп ақша тапсам бір жақсылық жаңағы тәкаппарланып кетем дейді. Сол сияқты мүмкін менде арықтасам бір нәрсе болып кетем деген түбінде бір қорқыныш жатыр ма? Сонымен әлі жұмыс жасап жатырмын мен, мысалға, я. Неше жыл болды, 1 жылдан асты мен сонымен жұмыс жасап келе жатырмын. Наоборот, мен арықтаудың наоборот қосып жатырмын да. Сондықтан сол сияқты сіздерде де жұмыс жасайсыздар, бірақ нәтижесі келеді. Түсінікті ма? Өз-өздеріңізге айтуларыңыз керек. Қорқыныштан қаша бергенімен сенің ақшаң көбейіп кетпейді. Ақша жоқ, ақшам таусылып қалады, ақшам бит қалады деп қорқа бергенімен сен ақшаң көбейіп кетпейді ғой. Ол тек қана қорқыныш деген сияқты өзіңізге айтқан кезде ғана өзіңізге түсінікті болады. Адам өзіне ғана өзімен айтып, өзін түсінген кезде ғана өзінің өмірінде өзгеріс пайда болады. Мысалға, сен әр психологқа, әр коучқа жүгіре бергенмен сен өмірін өзгермейді. Сен өміріңді коуч, психологтар өзгерт бермейді. Ешқандай марафон өзгерт бермейді сен өміріңді. Сен өзін өзгертесің, Марал деп өзіне айтқан кезде бәрі жауапкершілік, бәрі саған келеді. Не сиқырлы таяқша іздеп жүрсің, бір амалдарды жасайсың, бір амалдарды істейсің, содан кейін барып ол өзгере бастайды. Атак істемейсің ба? Сиқырлы таяқшаны күтпе, бәрібір айналып кеп саған келеді деген сияқты. Дәл сол сияқты жаңағыда қорқып тұрсың ба? Сен неден қашып жүрсің? Я қазір анау жалғыз қалудан қорқасың, мамана жармасасын, папана жармасасын, әкене жармасасын, күйеуіне жармасасын, тастамаш. Қашан жармаса бересің, олар да шаршайды, бір күн айтады. Кетші дейді саған. Демалш дейді. Өйткені маған да сондай бір келіншек келді, бір қыз келді. Мамасына жармасып, ақырсына мамасы таста кеткен ғой далаға ше. Далаға осылайын таста кеткен. Сосын ана қыз тұрады да жаңағы мама жынды ма, неге мен таста кетті, мамасына ренжиді, не қылады, бірақ үйіне жетеді өзі ше. Сол кезде ол түсінеді, вау, мен үйіме жете алады екенмін ғой деп ше. Мамасы айтады, уже надоел сен, біздің артымыздан қалмайсың уже деп ше. Сол сияқты мен қашанғы әркімге жармаса берем, бұны мен өзім жеңуім керек. Бұл нәрсені өзім жеңіп шығуым керек деген сияқты адам өзіне жауапкершілік алған кезде, сол кезде оның өмірінде бір нәрселерді жасап бастайды өзі. Өз-өзіне тапсырма берген кезде. Мысалға, маған жазады,
анау кінәлі, мынау кінәлі, бір нәрсе кінәлі, сір нәрсе кінәлі, өмірімде стресс, өмірімде бірдеңке, мен ауру болдым, больницаға жаттым деп айтып атады да. Сондай нәрселер жазып атады. Мен әрбір жауап берем, содан кейін жауап бермей қоям қыздармен. Өйткені ол түсінбейді бәрібір. Ол жертва болып алған уже. Ол түсінбейді бәрібір. Мен айтам, дыхательный практиканы көбірек жасаңыз. Медитацияны көбірек жасаңыз. Ютубта ашыңыз, медитация өте көп қазір. Неше түрлі медитациялар бар, я? Мен өзімде қаншама техникалар тұр. Күнде техниканы жасай бер, мысалға. Сол нәрселерді көбірек жаса, амал ет, кішкене уақыт керек, 1 жыл, 6 ай саған уақыт керек. Содан кейін барып жай-жайлап өзгере бастайсың десем, қайта ертең, менде стресс көп, мен жасай алмай жатырмын, анау-мынау дейді. Әй, сені одан ешкім алып шықпайды, қыздар. Стресстен, депрессиядан, мүк деп жүре берген ешкім алып шықпайды. Соны өзің ішкі түпкі сананмен түсінулерің керек. Сені өзің ғана алып шығасың. Өзің ғана сол нәрселерді істеген кезде, бір нәрселерге барған кезде, бір нәрселерді амал еткен кезде, сол кезде ғана алып шығасың. Бәрібір маған проработкаға келгенмен қыздар келеді, осознанный қыздар келеді, мықты қыздар келеді кәдімгідей. Олармен жұмыс жасау жеңіл да? Олар тұрады да, Маралхан, мен түсіндім, мынандай, бүйтіп өзгерткім келіп тұр, осындайды, осыдан кейін біліп тұрмын, мені осы жеріме көмектесші деп сөйтіп келеді. Солармен жұмыс жасау тез-тез бүйтіп проработать. Мен Маралхан күшті болып қалдым, рахмет сізге, анау-мынау дейді, ол тез-тез проработка жасайды, кет қалады. Олар уже осознанный қыздар. Ал бар, мен әжемде бір нәрсе тұр. Ала алмай тұрмын әлі. Ала алмай тұрмын деп отырады да. Просто они хотят внимание, они хотят общения, адамдармен сөйлескісі келеді, адамдардан внимание келеді. Соны бір адамдардың өзгерткенін қалап тұрады да. Сиқырлы таяқша жоқ, қыздар. Я, мен бір нәрсені қолданам, бірақ сіздер өздеріңіз өзгерулеріңіз керек деген сияқты сондай нәрсе, қыздар. Қанша қорқыныш болсын, қорқынышқа бар дейді ғой. Қорқынышқа бар дейді. Мысалға, сен ақшан жоқ болып қалудан қорқып тұрсың ба? Соған бар до конца, оймен бар, оймен. Оймен барасың до конца. Я, ақшам жоқ болудан қорқып тұрмын. Ақшам жоқ болса не болады? Ақшам жоқ болса не болады? Я, жылайым, аштан өлем, жаңағы тағда не? Ешкім менсінбей қалады мені, ақшам жоқ болса мүсәпір болып қалам, далада қалам. Я, далада қалдың, не болды? Аштан өліп атсың, не болды? Әрғарата не болады? До конца қорқынышқа бару керек. Жазғың келе ма, жаз, айтқың келе ма, айты, оймен бару керек сол. Даже ана бомж болып қалам, бірдеңке. Я, бомж болып отырсың, не болады? Қашан отырасың бомж болып? Тұрасың ба? Тұрасың ғой? Амал етесің ба? Амал етесің. Уже осознанно тұрасың сен уже. Ох, депше, мен бомж неден қорқып жүрмін деген сияқты. Бәрібір қашанғы жатасың бомж болып? Қашанғы жатасың жаңағы ешкімге керексіз болып? Жарайды, ешкімге керексіз болып қалдың. Не болады әрғарата? Бір керексіз боласың, 2 керексіз, жылайсың, депрессияға түсесің, тұрмай қаласың, 1 жыл жатасың, 2 жыл жатасың. Қашанғы жатасың? Тұрасың ба? Тұрасың. Не істейсің? Тіршілігін етесің ба? Тіршілігін етесің. Сол сияқты до конца бару керек. Кезінде мен де сол до конца барғанмын. Мен анандай абырой жоғалтып алудан қорқатынмын. Абырой жоғалтып алу, күлкілі болып қалу дейді ғой, мазақ болып қалу деген сияқты сондай нәрседен қорқатындығым. Всегда идеальный болуға тырыса беретінмін. Қонақ күтсем де идеальный болуға, үй жинасам да күшті болып идеальный болуға тырыса беретіндігім. Мен қаншалықты идеальный болғым келген сайын, соншалықты мен жаңағы күлкіге қалатын нәрселер өте көп болды өмірімде. Күлкіге қалған деді, бәрі мазақ қып кеткен жоқ. Но үйім жиналмай қалған кезде қонақ кеп қалады. То баланы оқымай барған күні жаңағы баланды тексеріп қалады. Сол баланы жаңағы дұрыс киінбей қалған күні оған замечание айтып қалады деген сияқты мені намысыма тиетін көп нәрселер бола береді да. Түсінікті ма? Сондықтан мен до конца бардым сол кезде. Я, не болады ал? Балан жаман киініп қалды, не болады? Бәрі күлді саған. Не болады? Бәрі сыртынан күліп жатқан сияқты көрінесің өзіне. Сыртынан көрсетесің да, сен позор болып жатсың. Не болады әрғарата? 1 позор болдың, 2 позор, бәрі күлді, 1 күлді, 2 күлді, 3 күлді. Не істейді? Күліп жүре бере ма? Әркім өзінің проблемасы бар, өзінің өмірі бар, сені бәрі андып та жүрген жоқ. Шыны керек, сен ешкім ойлап жүрген жоқ. Сөйтеді, ал күлді, не болды әрғарата? Позор болдың, ал не болды? Сонымен отырасың. 1 отырасың, 2 отырасың, жарайды енді күлсе күлсін, не істейсің енді, өлмейсің ғой әрғарата. Уже тұру керек болады.
сол ақшасыз қалудан қорқасың. Ақшасыз қалдың ал, не болды ал деген сияқты. Ақшасыз қалды, не болды? До конца барасың, бомж болып отырған сәтке дейін барасың, сосын бір отырасың, екі отырасың, бомж болып, үш отырасың, не болады ары қарата? Отыра бермейсің ғой, қой тұрасың. Әрекетін жасайсың, тіршілігін істейсің. Вот қорқынышқа барған кезде ойша, уже сенде не болмайды. Менде мынандай бір проработка болды. Мен өз күйеуімді де нетіп тастаған адаммын, проработка жасап. Осы нәрсені үйретіп қойғанмын ғой мен күйеуіме. Қорқынышқа бару ше. Мысалы, ажырасудан қорқасың ба, иә? Мен бұрын соған, ол ажырасып кет деген сөз емес, қыздар. Ол просто ажырасудың алдын алу да, қорқынышпен өмір сүру емес, осознанно өмір сүру дейді ғой. Я саналы, махаббатпен, бір-біріңді сыйластықпен өмір сүру. Ол ажырасып кету деген сөз емес. Мысалға мен күйеуіме айттым да, я ажырасып кетуден қорқатын болсаң, давай сен бар, менімен ажырас, мысалы, ойша. Не болады? Мысалға, ажырасса не болады? Ол тұрады айтады, сағынам, короче, анау мынау деген сияқты. Сосын тағы не болады? Ары қарата қиналам, балдарым мені көргісі келмей қалады. Я қорқыныш қой барлығы. Я көргісі келмей қалды, ал көрмей қалды балаларын, сен не болады? Көрмей қалды балаларын, сен не болады ары қарата? Ол тұрады айтады, араласпай кетеді, вообще көрмей қалды, не болады? Өмір сүрмейсің ба не? Жоқ, өмір сүресің ғой, бір жылайсың, екі жылайсың, үш жылайсың, тұрасың ба? Тұрасың. Ол өмірге де үйренесің ба? Үйренесің. Ары қарата не болады? Мысалға сен ұнатпай қаласың мені жек көріп кетесің, маған қарамай қоясың, Құдайдың алдында жаңағы жылайсың деген сияқты. Сен не болады ары қарата? Мен жылап жатырмын, сен менсінбей қалдым, жаңағы сенімен араласпай қой, не болады? Сонымен ол тұрады да ары қарата осылай. В принципе, бір жыл өтеді, екі жыл өтеді, қиналам, бүйтем, сөйтем. Кейін балаларым өскен кезде өзіме қаратып алам. И нормально вообще, не қиналып жүрмін деп ше. Өзі отпустил, мені босатып жіберді да солайынан ше. И нормально екен ғой былайша, сенсіз де өмір сүруге болады екен ғой деп ше. Бірақ ол уже бұрынғыдай қорықпайды уже. Мен жоғалтып алам деп қорықпайды да, ол осознанно махаббатпен, сыйластықпен, кәдімгі не дейді жаңағы? Здравый дейді ғой, здравый қарым-қатынас басталады бізде. Здравый қарым-қатынас уже бұрында қорқынышпен бүйтіп деп жүрмейді да. Мысалы, мен кетем, я кетсең кете берші, немен миымды ашып жүрсің деген сияқты. Сөйтіп айтады. Менде де дәл солай. Дәл солай ол кетіп қалса не болады? Не істейсің? Я жылайсың, қиналасың, не істейсің? Бірақ не? Тұрасың ғой қайтадан, алдыға жүресің. Не істейсің енді? Деген сияқты, әр қарата. Олсыз да өмір бар ма? Бар. Не жармасып алып, ол болмаса да өмір сүрдің ғой осы уақытқа дейін. Ол вообще өліп қалса ше, Құдай сақтасын енді. Вообще бұл өмірде жоқ болып кетсе не істейсің? Ондай адамдар да бар ғой, күйеуі жоқ болып кеткен. Не істейді? Тіріліп өмір сүріп жатыр ма? Сүріп жатыр. Бір жылайды, екі жылайды, үш жылайды, үш жыл жылайды, төрт жыл жылайды. Тұрады ғой сосын, иә? Дәл сол сияқты сен тұрасың. Просто ол әшейін зависимость болманы. Не дейді ғой? Араққа, темекіге зависимость болады. Сол сияқты адамға да зависимость болмау керек. Адам Құдайға ғана, Құдайдың разылығы үшін ғана. Жаңағы күйеуіңді сыйласан, Құдайдың разылығы үшін ғана. Күйеумен тұратын болсан, сол Құдайдың разылығы үшін ғана. Ертең Құдайдың алдына барғанда қандай жар болдың? Бұның бәрі бізге уақытша берілген ғой, балаларымызда уақытша, күйеуімізде уақытша. Мысалға, жаңағы қашан сен ажырасып кететінді, қашан айырылысып кететінді, қашан не қылатынды білмейсің. Сондықтан, когда бірге өмір сүріп жатсыңдар ма, қаншалықты бір-біріне сыйластық таныттыңдар, қаншалықты бір-біріңді жақсы көрдіңдер, қаншалықты бір-біріне құрметті болдыңдар, қаншалықты бір-біріне жақсылық жасадыңдар, сол ғана сенен сұралады, болды бұл өмірде. Қандай жар болдың ертең Құдайдың алдында? Бірге уақытша өмір сүргенде қандай болдың? Міндетімді дұрыс атқардым ба? Иә, міндетімді дұрыс атқардым, адал болдым, жаңағы балаларымды не қылдым, құрметтеттім, сыйлаттым, барынша жақсы жар болуға тырыстым ба? Тырыстың. Я өмірлік ары қарата жолым бөлектеніп кетті. Все. Ары қарата уже сен басқа өмірің басталады, олсыз өмірің басталады деген сияқты. Енді мен ол ажырасуға үгіттеп жатқан жоқпын. Просто осознанный өмір ше, осознанный өмір. Алла разылығы үшін деген өмір болған кезде адамда қорқыныш болмайды. Өйткені бәрі уақытша екенін адам түсінеді. Мысалға жаңағы Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұқанова қандай отбасы деп ойладық қой мысалға. Күшті, ойбай, керемет, міне мықты отбасы деп ойладық мысалға, иә. Бірақ уақыты келді, Тұрсынбек басқа әйелге кетіп қалды, қазір басқаның жары болып жүр, иә. Ол жаңағы 5 баласын тастап кетті, анау мынау деп әңгіме айтылғанмен,
Ол Тұрсынбектен 5 бала дүниеге келу керек болды. Солай болды. Солайна өмір сол жерге дейін келді. Сол уақытта ажырасу керек болды. Әр қарата өмірлер жалғасып жатыр. Әр қарата ол мөлдір басқа жігітті ұнатып қала ма, басқа немен жақсарып кете ма, оны бір Құдай ғана біледі. Судья Құдай ғана. Біз судья емеспіз. Оны Алла біледі. Ойбай, ертең Тұрсынбектің жазасын бере шығар Алла. Бұл дүниеде бере ма, ақыретте бере ма, оны Құдай біледі. Сол сияқты ондай Тұрсынбек пен мөлдір сияқтылардың миллион бар ғой бұл. Жаңағы білгеніміз біреу ғана, білмегеніміз қаншама дейді ғой. Сол сияқты баяғыда мамам айтатын. Мамам бар ол кезде. Мамам бар деп кішкентаймын ғой, түсінбеймін ғой. Мамам айтады да. Мына көрші 10 баласы бар деп айтады да. Көршінің 10 баласы бар дейді. 10 баласын тастап басқа әйел алып кеткен ғой. Мен санама түсінбеймін ғой, балам ғой ол кезде. Мама қалай 10 баласын тастап? 10 баласын бір үйлі қылып отырғызды. Сөйтті да, жаңағы басқа әйел алып өзі кетті. Бірақ үйі бар, жайы бар, бәрін жақсы қылып, орнығып, тиянақтығып кетті. Өзі басқа әйел алып кетті деп айтып жатыр да. Мен миыма сыймайды оны, қалай 10 баласын тастап кетеді деген сияқты. Сөйтсем, қазір енді оның бәрін түсінесің ғой. Ол просто сондай болу керек. Ол ана әйел өз сабағын алып жатыр өмірден. Мына жігіт өз сабағын алады. Әр адам өз сабағын алады. Не үшін олай болды? Не үшін ол қай жерден қателік жіберді әйел? Неге оған изменять етті? Неге именно сол әйелге изменять етті? Ол сабағын алады әрбір әйел. Біз өзіміздің жолымызда келе жатырмыз. Әр адам өзінің өмірінде қиыншылығы болады. Өзінің өмірінде бір жаманшылығы, жақсылығы болады. Кінәлаудың, бір-бірімізді неғылудың қажет жоқ. Өйткені ол сабақ алып жатыр сол. Мысалға біреу жаңағы семіріп кетеді деп алайықшы, семіріп кетеді. Біз ол айтамыз, ой, тамақты жеп семіріп кетті ғой деп айтамыз ғой мысалға. Ол солдан шаршайды, жылайды, сөйтеді да, бір күні арықтауға кіріседі. Сөйтеді да, мынандай ап-арық болып алады да, не істейді? Ол адамдарды арықтауға үйретеді. Оның миссиясы не болды? Сол қиыншылықтан өтіп, адамдарға жақсылық сыйлау болды да. Ал ол сол толықтықтан өтпесе, біреулерге арықтауды үйрете алмас еді. Мысалға, біреуде жүреді да, ол бір ажырасып кетеді, екі ажырасып кетеді да, содан кейін түсінеді. Мәз саған мен мына жерден қателік жіберіппін, мына жерден бүйтіппін, мына жерден сөйтіппін дейді да. Сосын тұрады да айтады. Біреулерге айтады, ажырасқан әйелдерді тұрғызады, қайтадан өмір бар екенін көрсетеді, алдыға жүргізеді, Сол үшін ол сондай сынақтан өту керек болды. Сол адамдарға болашақта қызмет ете алу үшін сондай бір сынақтан өткен, оның барлығы бірде ажырасып кетті деп жатқан жоқпын. Ол просто ажырасып кеткен әйелдер өз-өздерін кінәлап отыра береді. Соларға айтып жатқаным ғой. Сендер өйтіп қазір сен өз-өзіңді тұрғызатын болсан, әр қарата өмірді жалғастыратын болсан, үлкен жақсылықтарға шығатын болсан, сен ертең айтасың. Айтып жүр ғой қазір қыздарда да. Мен құлақ қаған жоқпын, қайтадан шықтым, ары қарата жүрдім деген сияқты. Сондай бір миссияң бар сенің. Дәл сол сияқты баласы жоқ әйел мысалға өмір қиналып жүреді да, бір күні басын көтереді бүйтеді. Баласыз да бақытты болуын үйренеді. Баласыз да бақытты бола алатынын, баласыз да жақсылыққа шыға алатынын, тек бала ғана бұл өмірде бақыт емес екенін түсінеді да. Солайынан тұрып, әрі қарата өмір сүріп, жақсылықтарға шығып, қалай бақытты болғанын біреуге үйрететін болады. Жан-жағындағы адамдарға үйрететін болады. Сол сияқты біз бұл өмірде бір қиыншылық арқылы сабақ алып, соны әрі қарата дұрыстап, өзіміздің тура жолымызға түсу үшін сондай бір сынақтардан өтеміз. Ол барып, басында бейтіп, орып алып, қайғырып, жылап жату емес. Түсінікті ма, қыздар? Менде де мысалға мынандай жағдай болды ғой, енді барынша айтып жатырмын сіздерге түсінікті болу үшін ше. Мысалға мынандай да жағдай болды менде. Қалай айтсам екен? Мысалы, мен өз-өзіңді қабылда деп жатырмын ғой, өз-өзіңді қабылда деп айтамын ғой, постоянно. Менде мынандай жағдай болды. Мен таңғы жүрістерге шығып жүріп, жаңағы намаз, бәрін күшті дұғаларды оқып жүріп, бір күні вообще тұра алмай қалған күнім болды. Ол шындық. Бір күні тұра алмай қалдым, таңғы жүрістерге шыға алмай қалдым. Содан жаңағы нете алмай қалдым.
Башы күш қуатым жоқ, дұғаларды да оқи алмаймын. Намазымды әйтеуір ілініп салынып оқып жүрмін да, сондай жағдай болды. Сол кезде мен өзіме айттым да, жаңағы өз-өзімді кінәлау болды, өз-өзімді қайғыру болды, өз-өзімді іштей жазғыру болды. Сол кезде мен тек өз-өзімді қабылдап жаттым. Марал, мен осы состояниені қабылдаймын. Мен осыны қабылдаймын. Я, қазір жатырмын. Мен өз-өзімді кешірем, өзімді қабылдаймын. Қазір жатырмын деген сияқты. Я, мен қазір осындай нәрселерді істей алмай жатырмын. Мен күш қуатым жетпей жатыр. Мен өз-өзімді қабылдаймын. Осы состояниені қабылдаймын, кешірем. Алла мені кешірсін. Мені қайтадан тұрғызсын, жақсылықтарға шығарсын деген сияқты сондай нәрселерді айта бердім. Мен өз-өзімді қабылдау арқылы қайтадан тұрғыздым. Жаңағыдай толық арықтаумен арпалысып келіп, я, мен арықтамаймын, я, мен осындаймын, мен қабылдаймын өзімді. Осылай жүріп ақ бақытты болуға болады. Осылай жүріп ақ жақсылықтарға шығуға болады. Осылай жүріп ақ үлкен амалдар жасауға болады деген сияқты өзімді қабылдаған сайын мен өзіме жеңілдік келе бастады ғой, қыздар. Сондықтан мен сіздерге айтамын, қабылдау, кешіру, түсіну, қабылдау, кешіру. Түсіну, қабылдау, кешіру. Когда сен өзің түсінесің, қабылдайсың, кешіресің. Сен қазір осылай шаршауда жатсың ба, тұра алмай жатсың ба, жүре алмай жатсың ба, сенде трансформация болып жатыр, қыздар. Сен бір нәрсені түсінуің керек боласың, бір нәрседен өзіңді алып шығуың керек болып жатыр. Түсінікті ма? Сенде трансформация болып жатыр. Сен жақсылықтарға новый сенде клеткалар вырабатываться етіп жатыр. Сен бұрынғы миындағы информация мен ішкі түпкі санандағы ақпараттар бір-біріне сәйкес келмей, разрушение болып жатыр бір-бірінде. Сондықтан сен не істеп жатсың? Күйреп жатсың, қирап жатсың. Сыртқы әлем мен ішкі әлем бір-біріне сәйкес келмей жатыр. Қазір қарап отырсан, мен көп адамдардың жүзінен байқаймын сондай нәрсені. Жүзіне қарап отырсан, Инстаграмға шыққан кезде, ой, сәлем, қалғалай, жағдайларыңыз қалай, о, күшті деп көрсетеді да, бірақ қарасан миллиондаған қарызға кіріп жатыр, миллиондаған жаңағы быт-шыт болып жатыр, короче, отношениясы ноль, бәрі быт-шыт болып жатыр. Неге? Өйткені ол әлемге күшті көрінгісі келіп жатыр да. Жаман болып қалудан қорқып жатыр. Просто надо принять, что сен жамансың и так, болды. Оны и так, сен и так жамансың. Сен и так кемшілікпен жаралған адамсың. Өмірінде я қиыншылық болады. Не обязательно бәріне керемет болып көріну. Мен өзімді қалай бар, солайынан қабылдаймын. Барлығына жақсы көріну маған шарт емес. Я принимаю себя такой, какая есть. Я, менде қазір қарыз бар, я, қазір менде қиыншылық болып жатыр, но временно это. Мен түсінем, қабылдаймын. Ол үшін сыртқа әдем көрініп, миллиондаған машиналар алып, миллиондаған адамдарға керемет болып көрсетудің қажет жоқ. Сол сияқтана масканы шешкен кезде, өз маскынды шешіп, өзіңді қабылдаған кезде, адам өмірінде бір жақсылықтардың есігі ашыла бастайды. Түсінікті ма? Сондықтан мен айтам, қабылдандар өз-өздеріңді. Қабылдау, түсіну, кешіру деген нәрсе. Мен айтады ғой, адам өз-өзін қабылдаған кезде ол тағдырын қабылдайды. Тағдырын қабылдаған кезде өмірінде өзгерістер басталады, қыздар. Тағдырын, өмірін қабылдаған кезде өмірінде өзгерістер, жүрегінде тыныштық пайда болады. Ал жүректің тыныштығы адамға жақсылық алып келеді, қыздар. Я, қазір сенде қиыншылық болып жатыр, өзіңді түсін, өзіңді қабылда, өзіңді кешір, өзіңді жақсы көр сол сәтте. Сен ешкімге керек болмауы мүмкін, бірақ сен өзіне керексің ғой. Өзіне керексің, артына еріп келе жатқан сен ұрпағына керексің. Ол сенің жүзінен күлкі көргісі кеп тұр. Ол сен жүзінен, артындағы ұрпағын сен жүзінен жадыраған нұрлы ананы көргісі кеп тұр. Ал сен қайғырып, боқ дүниеге, сен мысалға сен ананның саған бай болғаны керек па? Жоқ. Бізге ата-анамыздың бай болғаны керегі жоқ. Біздің ата-анамыздың бізге бақытты болғаны керек. Дәл сол сияқты сенің балаңның саған бай болғаны керек па? Жоқ, мен баламның денсаулығы мықты болып, бақытты, әйтеуір саналы болғаны керек деген сияқты. Ал байлық ол қолдың кірі. Жай ол келе береді, я? Адам санасы биік болған сайын, адамның қолына қабілеті келген сайын, ол кедей болып қалмайды. Адам білімді болған сайын, қолынан бір қабілет, іс келген сайын, ол не болады? Ақшаны да таба алады. Сондықтан, қыздар, кешіріңдер өздеріңді, қабылдандар. Адам болғаннан кейін бізде кемшілік өте көп болады. Біз ішкі әлемімізді кейде түсінбейміз.
Ішкі әлем өйткені жалғыз біздікі емес қой ішкі әлем. Ішкі әлемде ата анамыздың программасы жатыр. Ішкі әлемімізде ата тегімізден келе жатқан программа жатыр. Кейде хочешь быть такой, но не можешь быть такой, иә? Өйткені түпкі санада неше түрлі установкалар жатады. Сол установкаларды өзгертпейінше адамның өмірі өзгермейді. Ал оны өзгерту үшін кәдімгідей сен жұмыс жасауың керек. Өз-өзіңді түсінуің керек, өз-өзіңді қабылдауың керек. Ішкі ойларыңды анықтауың керек, соларды өзгертуің керек. Мысалға сен жатарда дейді, мен постоянно айтам ғой, өз ойларына сарала. Әр нәрсені тиктоктан, инстаграмнан көре бергенше мен өз-өзіме айтам, қыздар, былай айтам. Мен айтам да, сен кіргізіп аласың да, кіргізіп аласың дегенде ақпаратты қабылдап аласың да, содан кейін оны шығарып тастауға тырысамыз. Жаңағыдай ғой, тамақты жеп аласың да, сосын оны шығарып тастауға тырысамыз, иә? Сол сияқты жаңағыдай не тағы да бір жаманшылықты қабылдап аламыз да, сосын оны шығарып тастауға асығамыз, иә? Адамбыз ғой, көрдіңіз ба? Сондықтан мен айтам да, Марал, сен әрбір ақпаратты кіргізбес бұрын, иә, сен оны қабылдамас бұрын сен ойлансай деймін да, оны тез шығартсаң, қабылдап қойдың ба уже? Оны шамалы сен дененде оны несі болады, әсері болады, сен соны қабылдауың керексің. Өйтіп әсері болмас үшін біз детокс дейді ғой, детокс. Шамал саралауымыз керек. Кішкене ақпараттардан өз-өзімізді не істеуіміз керек, алшақтатуымыз керек кішкене. Азаннан кешкене телефон көретін болсан, кішкене уже 2 сағат болса да алып таста телефон көруден басында. Жаңағы өз-өзіңді шекте дейді ғой, жаңа шекте дегенде слишком шектеп тастамаңдар, позвольте себе, но кішкене боқтан өзге керек емес нәрсенің барлығын миға кіргізіп, ертең миым ашыды деп отырғанның не керегі бар мысалға деймін да. Сондықтан мен өзіме айтам, сен бір нәрсені қабылдамас бұрын ертең артындағы нәрсесіне жылама деймін ғой. Ал қабылдап қойдың ба, жаңағыдай тамақты жеп қойдың ба, артынан жылама деймін ғой, мысалға, түсінікті ма? Сол сияқты сен қабылдап қойдың ба, артынан миым ашыды деп жыламай-ақ қой. Өзім ойында, миллиондаған ақпарат көрдім мен. Сол миымды ашытып жатыр қазір деп. Енді кішкене далаға жүріп қайтайын, қой құрсын деген сияқты. Шамал миымды тынықтырып қайтайын деген сияқты. Немесе ана жерде медитация жаса бір 2 сағат. Вот, сол сияқты мусорды тығамыз да, ол шықпағаннан ми ашиды ғой. Сен тамақты жеп туалетке бармасаң, ішін ауырады ғой, сол сияқты нәрсе олда да. Қой далаға шығып қайтайын, жүріп қайтайын деп мойындау керек сол нәрсе. Мойындау, түсіну, қабылдау. Түсінікті ма, қыздар? Сол кезде сіздерге өте жеңіл болады. Осындай үлкен амалдармен жұмыс жасау арқылы, қыздар, мен өз-өзімді қабылдап, өз-өзімді түсініп, өз-өзімді кешіріп келе жатқан адаммын. Өйткені кезінде біз психологияны дұрыс түсінбедік қой. Біз түсінбедік. Всегда позитивный болып жүру керек, деп өзімізді қинап, позитивный болып жүргізіп қойдық, бірақ ішіміз негативке толып жатты. Бірақ енді, мысалға қазір қанша жылдық білім алу арқылы, өз-өзіммен күресу арқылы, өз-өзімді нарыққа шығарып келе жатқан әйелдердің бірімін. Сондықтан былай байып асып кеткен ештеңкем жоқ, бірақ шүкір Аллаға ешқандай қысылып жатқан жоқпын, ақшалай ешқандай қысылатын нем жоқ. Астана қаласында тұрып жатырмын. Астана қаласына ең люксовый күшті квартираны алып алдым, иә. Мен Қызылорда қаласында үлкен үйім бар екен, білесіздер, 300 квадрат метрлі 2 этажды коттедж үйім бар екен, білесіздер. Бірақ мен Астананы өте жақсы көремін. Астанада тұрғым келді. Астана менің арманым болды. Сондықтан мен Астанаға барлық балаларымды оқытқым келді. Себебі Астанада оқыған бала қаяққа ұмтылады? Шетелге ұмтылады. Қызылордада оқыған бала қайда ұмтылады? Астанаға ұмтылады. Сондықтан мен балаларым осы жақта оқысын, кейін әрі қарата шетелдерге ұмтыламай, көзі ашық, көкірегі ояу ұрпақты тәрбиелегім келді. Солайынан өзімді өзгерту арқылы кішкене балаларымнан өзгерісі енді байқалады. Әзір айта алмаймын ештеңке. Енді бүршіктері енді атып келе жатыр жай-жайлап. Әлі өзгерісті енді байқап жатырмын. Бірақ жаңағыдай ғой, күйеуіммен уже отношения осознанно, күйеуім өзі қазір психолог болып кеткен менімен бірге. Мен айтып жатсам, сенде мынандай нәрсе деп маған өзі айтып отырады. Бірақ ол енді неге үкіметтің адам болғандықтан инстаграмға шықпайды, инстаграмға не қылмайды. Бірақ мен күйеуім сондай инстаграмға шығып, ер азаматтармен жұмыс жасайтын маман болса, ол любой жігітті жаңағы жақсы жолға түсіретін еді деп ойлаймын да. Өйткені менің күйеуім тура шүкір Аллаға өзім сияқты.
екеуміз бір-бірімізді кәдімгідей травмамыз да бірдей, екеуміздің мышлениеміз да бірдей, екеуміздің ойлау қабілетіміз да бірдей, тура бірдейміз ғой. Құдай қалай қосып қойған деп қазір түсінемін, бұрын түсінбейтін едім. Сондықтан Құдай қалай бізді қосып қойған деп ойлаймын. Альхамдулилля, травмамызға дейін бірдей ғой. Кішкентайымда мен мынандай деп ойлағанмын деп айтатшы. Мен де тура сондай ойлағанмын ғой. Мен кішкентайымда мына нәрсеге жыным келген еді деп айтады. Мен де сондай нәрсеге жыным келген ғой. Вот екеуміздің тура көз қарасымыз қалай бірдей, Алла шатаспайды деп айтады ғой. Вот көрдіңіз, бірдей шатаспайды. Ол жек көретін нәрсені мен де жек көремін ше. Кішкентайымызда екеуміздің травмамызға дейін бірдей болған ғой. Онда да жаңағы ала алмай қалған не закрытый гештальт дейді ғой, гештальт жабылмаған гештальттары бәрі бірдей ғой ішіміздегі ше. Просто мы не позволяли себе, біз рұқсат бермедік осы күнге дейін. Енді мен психология келгеннен мен рұқсат беріп кішкене ой өрісім өзгеріп кетті. Ол енді өзгеріп келе жатыр артымнан ше. Артымнан өзгеріп келе жатыр, бірақ ол итак баяғыдан ер адамдар, итак осознанный адамдар ғой. Біз деген миымызды ашып жүріп, әйтеуір бір нәрселер жасап жүреміз ғой. Оларға бір нәрсені айтасың ба, тез ұғынып алады ғой. Иә, мен түсініп тұрмын, былай эгосына тимесем болды. Эгосына тисең, ол сенімен қасарысады уже. Ер адамның эгосына тимей сөйлеу керек. Ер адам эгосына тидім ба, уже ол қасарысады. Біреумен салыстырдым ба, біреумен уже жаңағы не істедім ба, біреуді мақтап қойдым ба, ше, уже ол нете бастайды. Мысалға мен айтсам, сен әшейін өйстіп жүресің бірдеңке деп ана намысына тиіп жүрсең, жаңа эгосына, тәкаппарлығына, ол уже қасарыса бастайды да. Сондықтан оның эгосына тимей сөйлеу керек та, жаңағы. Қайтеді, әйелдің кішкене несі қулығы не болады ғой, кішкене басымдырақ болады ғой. Ер адамның сырты қатты болғанмен іші жұмсақ қыздар. Ер адамның іші жұмсақ болады, сырты қатты болғанмен. Ал әйел адамның сырты жұмсақ болғанмен іші қатты болады. Іші тастай болады. Біз көп нәрсеге берілмейміз ғой. Кешеде бір жерден тыңдап жатсам, сол жерде айтып жатыр да, дейді, әйел адам дейді. Мысалға, ер адамға әйелі изменять ететін болса, ер адам сынып кетеді екен. Ол қайтадан тұрып кетуі қиын болады екен, ол ер адамның ше. Ал әйел адамға неше рет изменять етсе де еркегі, ол әйел адамға бәрібір екен, ол тұрып кете береді екен қайтадан ше. Любой қиыншылыққа бейім болады екен, тұрып кетуге, жаңағы жүріп кетуге. Сондықтан біздің ішіміз қатты, Алла тағала біздің ішімізге бір мықтылық берген. Бала дүниеге алып келудің өзі ол жайдан жай дүние емес қой. Көп нәрселер шыдаймын. Мысалы, мен психологпын ғой. Психотерапевтпін, әйелдермен жұмыс жасаймын мысалға, иә. Терапиялар жасаған кезде әйелдер көп нәрсеге шыдайды ғой. Шыдап, бәрін шығарып, қайтадан қақшандап шыға келеді да. Ал ер адамдар бас жағында бүйтіп деп шыдап тұрған сияқты болады да, сосын артынан не істеп жатады, кішкене жаңағы эмоционалды сынып жатады. Сондықтан біз андай көптеген эмоционалды нәрселерге шыдаймыз. Ал ер адамдар андай қара жұмыс бар ғой, күш, қайрат, жігер деген сондай нәрселерге көбірек шыдайды олар. Ал эмоционалды, мие ашту, бірдеңке дегендерге кішкене ер адамдар әлсіздеу болады. Сондықтан қыздар солай ер адамның сырты қаттылығынан ішіне өтіп кететін болсаңыздар, любой жүрегіне өтіп алсаңыздар, любой айтқаныңызды істетуге болады. Любой айтқаныңызды істетуге болады. Ішіне өтіп кету керек та, ішіне. Ана сыртының қаттылығынан ішіне өтіп кету. Ол ішіне қалай өтесіңдер? Нәзіктіктермен, жай не қылып, жай дегенде де жасанды керек емес қыздар. Қалай барсыздар солайнан ше? Мен соны түсіндіре алмай-ақ қойдым. Қалай барсыздар солайнан сөйлейтін болсаңыздар, сіздерді барлығы қабылдайды. Сіздер қалай барсыздар солайнан болыңыздар, еркек сияқтысыздар ма? Еркек сияқты жүре беріңіздер, осы солайнан. Алла жаратты ма сіздерді? Прям о деп сөйлейсіздер ма солайнан? Маған осы сөйлесім жарасады, мен өз-өзімді осылай жақсы көремін деген сияқты. Ал нәзіксіздер ма? Мен нәзікпін деген сияқты. Мен осы түрімде қабылдаймын. Ұялшақсыз ба? Прям ұял. Дәл солайнан сөйлейтін болсаңыз, дәл солайнан шынайы қарым-қатынас жасайтын болсаңыз, ер адам шындықты жақсы көреді. Олар өтірік істеп тұрғанды түсінеді. Менде де бір таныс келіншек болды ғой. Күйеуін өзгерту үшін бармаған жері жоқ қыздар. Ана отношениясын дұрыстау үшін бармаған жері жоқ ше. Бірақ ол түбінде ол күйеуін қабылдаған жоқ. Ақыры нетуге дейін барды, ажырасуға дейін барды, өйткені она хотела изменить себя ради мужа. Өзін күйеу үшін өзгерткісі келді.
бірақ түбінде ол күйеуін әркіммен салыстырып бітті. Оның түбінде ол мысалға ниет деп айтамын ғой, қазір түсінесіздер барлығын. Ниет негізі үлкен жақсылыққа апарады. Сізді неге күйеуіңіз өзгермей жатыр? Терезені жаба салшы, аяғым үсіп қалды мен кәдімгідей. Неге сіздің күйеуіңіз өзгермей жатыр? Сіздің түбіңізде ниетіңіз дұрыс емес. Неге сіз байымай жатсыз? Сіздің түбіңізде ниетіңіз дұрыс емес. Неге сіз абырой атаққа жете алмай жатсыз? Сіздің түбіңіздегі ниетіңіз дұрыс емес. Неге сіз арықтамай жатсыз? Сіздің түбіңіздегі ниетіңіз дұрыс емес, қыздар. Егер сіздің түбіңіздегі ниетіңіз дұрысталатын болса, Алла тағала өзгертіп жібереді оны. Сен өзгертпейсің, қыздар. Алла өзгертіп жібереді. Мысалға, оның түбінде ол күйеуін бай қылғысы келді да, сөйтіп күйеуі арқылы керемет өмір сүргісі келді. Солай күйеуін өзгерткісі келді. А ол басқа байларға қызығып жүрді. Күйеуін менсінбет бүйтіп шөмірейіп, күйеуін көзінше, ой, сен күштісің, сен мықтысың, ой, какой ты классный, вот ты пушистый, пупистый деп айта береді, но всегда біреудің күйеулері мақтап жүреді. Никогда өзінің күйеуін мақтағанын көрген емеспін. Өйткені мен айтамын да, сен өзінің күйеуіңді қабылдаған жоқсың ақыры деймін да. Қалай барсың сен осы? Жатасың осындай, жалқаусың. Алла саған маған осындай берді, мен сені осылай қабылдаймын деп айтқан жоқсың. Сен әркіммен салыстырасына жүресің оны. Конечно, ол өзгермейді ол. Өйткені ол әйелінің көңілінен шықпады да, ол түсінеді ол іштей. Өз-өзін жегіде жейді. Айтады, мен әйелімнің көңілінен шықпадым. Мен деген сияқты ол ішінен, сосын басқа әйелдерден ол жұбаныш іздей бастайды. Мысалы, примерно айтып жатырмын. Ол енді еркекті мақтау емес. Просто адам өз өміріне келген адамды өзін қалай қабылдайтын болса, вот сол кезде ол еще күйеуіне жалпалақтай берді да, соған жағынғысы келе берді, соған әдемі болып көрінгісі келе берді. Сондықтан оны күйеуі де кетші дейді да анаған. Кетші деп, пошла ты вообще дейді да анаған. Уже бесишь ты меня, ана көрген кезде мен қаным қараяды дейді да. Неге өйтіп жатыр? Өйткені ол өз-өзін ұмытты. Күйеуі үшін өзгергісі келді да. Өз-өзін ұмытқан кезде адам оны ешкім неғымайды. Өз-өзін ұмытты, өзге үшін өзгергісі келді, біреу үшін. Ал сен біреу, балаң кеп саған, мама, мен шашымды өзгерттім, мама, мен үстімді өзгерттім, мама, мен мынауымды өзгерттім, мама, мен бүйттім, мама, мен сөйттім деп айта берсе, кетші деп айқайлайсың ғой сенде. Баршы, адам құса өмір сүрекші, бар кетші деп айқайлап жүресің, вот. Бір мақтайсың, екі мақтайсың, үш мақтайсың, сосын баршы аняқа деп ұрысып жүресің, вот сол сияқты жағымпаздықты адам жек көреді негізі. Өзгересің ба? Күйеуің қараса да, қарамаса да, өзгер. Маған зарядка әкпеш ботам. Күйеуің саған қараса да, қарамаса да, әлем қопарылып кетсін. Бірақ өзгергің келе ма өзің үшін? Мен әлемді қарата алмаймын. Миллион жақсылық жасасам да, жақпайтын адамға мен жақпаймын. Қарамайтын адам маған қарамайды. Сұлу болып кетсем де, үлдемен бүлдеге өзімді орап қойсам да, қарамайтын адам маған қарамайды. Жақсы көрмейтін адам мені жақсы көрмейді. Мойындау керек. Мен өзгерем ба өзім үшін? Вот шынайылық, вот осознанность, вот түпкі сабырлық, түпкі тыныштық, өз-өзіңді көтеру. Мені ұнатпайтын адам, мен оған алтынмен аптап, күміспен қаптап қойсам да ұнатпайды. Өзгермейтін адам, мен гүл-гүл жайнап кетсем де, фигурный, пушистый, пупистый болып кетсем де өзгермейді ол. Мойындау керек соны. Мен не істесем де өзімнің болашағым үшін, өзімді ретке келтіру үшін, өзімнің бір жақсылықтарыма шығу үшін деп айтқан кезде, адам өмірінде өзгеріс пайда болады. Енді қараңыздар, келесі нәрсе, мен сіздерге көп нәрсе айтып жатырмын, қыздар. Өте күшті не болып жатыр, прямой эфир. Енді қараңыздар, жаңа неге байымайсың деп айттым ғой, түпкі ниетін дұрыс емес дедім ғой. Жаңа қыздың түпкі ниеті не болды? Күйеуін жаңағы байтып қойып, өзі бір кайфовать етіп өмір сүргісі келді, прям күйеуін пайдаланғысы келді ғой, бір ауыз сөзбен, түсінікті ма? Түбінде сондай бір нәрсе жатты. Екінші, сен байығың келеді, неге байымайсың? Неге байымайсың? Өйткені түбіндегі ниетін дұрыс емес сенің. Қалай ниет? Мен мысалға проработкалар жасаймын. Ақшаға байланысты проработкалар жасаймын. Проработка деген көбісі түсінбейді. Проработка деген талдау ғой. Талдайсың, разбор, ар жағынан өзгертесің. Түбін өзгертесің оны. Түбіндегі өзінің несін, түбіндегі бір дұрыс емес нәрсесін тауып бересің ғой өзінің. Соны дұрыстайды ол адам, содан кейін барып оның өмірінде өзгеріс пайда болады. Енді қараңыздар. Түпкі ниетін дұрыс емес деген Динара бош 1% қалды.
Асықпаш. Бірақ тез алып келші. Давай. Басын қыдай берді. Мынау менікі емес пе? Мынаған қойып қадайын ба? Дианаға да керек ау, 9% қапты. Енді қараңыздар. Не жоқ, сен өзіңіз әркімді қойдың. Енді қараңыздар, сіздер мысалға байығыларыңыз келеді, и байымайсыздар. Сол кезде мен бір келіншекке разбор жасаған кезде, ақша қандай деген сияқты. Ақша сіз үшін не? Сіз байып кетсеңіз қандай боласыз деген сияқты. Сондай сұрақтар қоямын да дей. Байып кетсеңіз, қолыңызда миллиард ақша тұр, сіз қандай боласыз? Мысалға кім? Бодықова. Кім еді аты? Ұмытып қалдым ғой. Сол Бодықова мысалға 1 миллиард 850 мың ақша тапты ғой. Сол сияқты сізде 1 миллиард 850 мың теңге ақша тапсаңыз, сіз қандай боласыз? Сол кезде айта бастайды өзім. Мынандай болам, андай болам, тәкаппар болам, бірдеңке болам деп. Ол түбінде жатқан нәрселер. Ешкімді менсінбей қоям, ешкімді бағаламай қоям деген сияқты сондай нәрселер айтады. Сосын әрі қарата қазбаладым. Сөйтіп едім, бір келіншек айтты да, енді неге байымай айтсыз деп сосын сұрақ қоям да өзі. Неге байымай жатсыз деген сияқты. Мен жаңағы неге байымайым? Байым, жақсылыққа шығам дейді. Не үшін байығыңыз кеп тұр деп сұраймын еще. Не үшін байығыңыз кеп тұр деп сұраймын. Сол кезде айтады. Не үшін байығым? Өйткені жақсы өмір сүру үшін, саяхаттау үшін, қыдыру үшін, бүйту үшін, анау, мынау, қыртым, сыртым айтып атады. Ол бер жағындағы нәрсе ғой, ол әлеуметтік желіден естіп алған нәрселеріміз ғой. Сосын не үшін тағы да деп айтам ғой. Содан келеді да, бай адам, бай болмасаң қазір сыйламайды, бай болмасаң жақсы көрмейді, бай болмасаң бағаламайды деген сияқты нәрселер не қылып жатыр да. Сосын айтам ғой, ол сіздің ойыңыз ол. Сіз солай ойлап тұрғандықтан сізді ешкім сыйламайды, сізді ешкім бағаламайды. Ертең сіз байисыз ғой деймін. Сіз байисыз, сіз не боласыз? Сізді через не хочу сыйлайтын болады. Через не хочу қабылдайтын болады. Солайынан сізді ол кезде де сыйламайды адамдар. Шынайы сыйламайды, шынайы құрметтемейді, ақша үшін ғана құрметтейтін болады. Неге? Өйткені сіз ол байлықпен адамдардың сыйластығын тартып алғысы келіп тұр. Адамдарды сатып алғысы келіп тұр да. Көрдің бе түбіндегі ниеті? Байып кетіп, адамдарды сыйлатқысы келіп тұр өз-өзін. Байып кетіп, адамдарды өзіне қаратқысы келіп тұр. Түбіндегі ниеті көрдің бе? Адамдарды сатып алғысы келіп тұр. Құрметті, жаңағы не, бағалауды, сыйластықты ақшамен сатып алғысы келіп тұр ол. Ол ақшамен сатып алатын дүние емес, қыздар. Сен қазір қандай ит болсаң, сен байыған кезде сондай ит боласың. Сені ешкім сыйламайтын болады. Сен сияқты иттер жанында қаптап жүретін болады, дәл өзің сияқты. Мен сені айтып жатқан жоқпын, негізі айтып жатырмын. Адам өзі қандай болса, дәл сондай адамдар оның айналасын қаптап жүретін болады. Ертең ол қиыншылыққа ұшыраған кезде бәрі жан-жағына тайып кетеді да. Түсінікті ма? Вот сондықтан ол құрметті, сыйластықты ақшамен сатып ала алмайсыңдар. Оның түбінде выгода жатыр. Түбінде выгода жатыр. Сондықтан ниет көрдің ба? Дұрыс емес. Адамдардың сыйластығын, құрметін байлықпен сатып алғысы келіп тұр. Берілмейді ол. Алла тағала біліп тұр сен қандай болып кететініңді. Сондықтан бермейді. Ал беретін болса, ол уже бәрібір болып кетеді. Алла тағала жаңағы сен жақсы көріп тұрғандықтан бермей тұр. Ал уже сен сұрай берсең, оны бере салады. Әрі қарата сен оны өзің көресің, қиыншылығын. Мүмкін сосын бар тәубеге келесің ба деген сияқты ше. Сондықтан қыздар, түбіндегі ниет дұрысталған кезде мұсылмандардың баюы басқаша деп мен үнемі айтам. Мұсылмандардың баюы басқаша деп айтам мен үнемі ше. Біздікі басқаша. Бізде шамалы мұсылман дегеннен кейін бізде иман болғандықтан, бойымызда мұсылмандық бір қабілет, қасиет, бойымызға, қанымызға сіңгеннен кейін Құдайдан қорқу деген, ақырет бар деген дүние болғандықтан біздің бойымызда бізді Алла тағала жақсы көреді деген ішкі түбімізде бір ниетіміз болғандықтан Алла тағала бізді қиыншылықтардан, өзімізге зиян келетін нәрселерден қорғап тұрады. Ал біз қаншалықты өзіміздің өміріміздің жауапкершілігін ала бастаймыз, өз өміріміздің несін қолымызға ала бастаймыз, шынайы осознанно келе бастаймыз, сол кезде біздің өмірімізде де жақсылықтардың көзі ашыла бастайды. Түсінікті ме? Жаңа әйел түсінді, байлықты сатып алғысы келіп тұр, байлық пен сыйластықты, құрметті сатып алғысы келіп тұр. Ол түсінді. Иә.
мен бәрін сатып алғым келіп тұр екен, арам ниетімді қарасай деп ше, ішкі түбіндегі түсінді. Содан кейін не істейді? Мен сыйластықты сатып ала алмаймын. Мен қазір осы қалпыммен сыйлы болуға өзіме рұқсат берем. Осы қалпыммен өзімді бағалауға рұқсат берем. Осы қалпымда жақсылыққа жетуге рұқсат берем. Алланың разылығы үшін баюға маған керек емес. Ешкім сыйламай ма? Мен қазірден бастап байысам да мені сыйламайды. Мен оны түсінем. Сондықтан біреулердің сыйластығы үшін емес, өзімнің жақсылығым үшін, өзімнің бір жетістігім үшін байи бастаймын деген сияқты ішкі түбіндегі ниеті өзгереді. Сол өзгерген кезде оның іс-әрекеті өзгереді. Оның іс-әрекеті өзгерген кезде оның жақсылығы да өзгереді. Вот көрдіңіздер ме, қыздар? Вот сондай. Қалайсыздар, түсінікті болды ма? Миларыңыз ашып кеткен жоқ па? Көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Бір нәрсені бастасам ішімде қаншама ақпарат жатыр ғой. Мен бүгін негізі Ақтөбеде болуым керек тұғын. Атырау, Ақтөбеде. Ақтауға келесі апта барам ғой. Мен кеше емге барып ем болғанда Теміртауға өзім кейінгі уақытта аяғым белімнен бір ұстап қалып бассейнге барып жүргенмін. Сосын кеше терапиялардан кейін бассейнге барып, энергиямды дұрыстап сөйтіп жүрген кезде, жаңа тренировкаға барып жүрген кезде белімнен ұстап қалды да. Өзім итак белімде не бар ғой, дефект бар ғой менің. Неше жыл бұрын, 20-30 жыл бұрын пайда болған нәрсе, мен оған мән берген жоқпын. Ол маған ешқашан зиян келген емес. Бірақ осы соңғы уақытта сол жаңағы тренировкаға барып жүрген кезде белімнен ұстап қалды да. Сонымен мануалистке бардым. Мына Теміртауда бір жақсы жігіт бар. Кассаправт қой, ұрып белді не істейді, жөндеп береді. Соған барғанмын. Сонымен ол аяқ асты бардым. Сөйтіп белімді дұрыстап берді, бірақ 2 апта маған күтін деді. Ауыр жұмыстар істеуге болмайды, нелерге шығуға болмайды, суыққа шығуға болмайды. Кішкене 2 аптадай күтін деді. Сонымен аяқ асты атмен болды. Ақтөбе, Атырау қалаласы атмен болды. Өйткені кішкене күтім керек болды. Күтім керек десе де далаға жүріске шығып кетем. Суыққа шығуға болмайды десе де шығып кетем. Вот сондай болып жатыр енді. Кішкене шықпасам, уже әдет болып қалған, жаңағы жүріп келгім кеп тұрады, бір жерге шыққым кеп тұрады деген сияқты ғой. Сондықтан қыздар, осы Ақтөбе, Атырау қаласы атмен болды. Бірақ келесі аптада Ақтауға барам, Құдай қаласа. Балалар тынышталдыш ботам. Сондықтан келесі аптада Ақтауға барам. Ала бұйырса, ақтаулық ханымдар тренинг және терапия болады. Бұйырса, осындай терең трансформациядан өтесіздер ғой, қыздар. Түбіңіздегі ниетіңізді анықтайсыз, түбіңізде не жатқанын түсінетін боласыздар. Ниет, мойындау, қабылдау, кешіру деген нәрсенің барлығынан өтетін боласыздар, Құдай қаласа. Сонымен одан кейін женский энергияны көтеретін телесный терапия жасаймын. Вот, енді қараңыздар. Осы жерде айтқым келгені қараңыздар. Мен жаңағы осы телесный терапияны жасаған кезде мен бір белімдегі ауыртпашылықты босатқан болатынмын. Вот көрдіңіздер ма? Белімдегі ауыртпашылықты ментально ішкі әлемнен босаттым. Уже физикам қалыпқа келіп жатыр. Сыртымды да дұрыстатып келдім, ұрғызып, көрдіңіздер ма? Ішкі әлем дұрысталса, сыртқы әлем дұрысталады, қыздар, көрдіңіздер ма? Сондықтан барлығына әрекет ете беріңіздер. Біздің психикамыз обязательно физикаға әсер етеді. Сондықтан солай. Миларыңыз ашып кеткен жоқ қой, түсініп жатсыздар ғой. Сол ала берсе Ақтау қаласына келесі аптада барамыз. Көп адамдар жақсы көрінгім келеді. Мені жақсы көрсе екен деймін, мені біреу жек көрмесе екен деймін дейді. Енді жақсы көрсе не болады? Соның түбіне барсаңызшы. Жақсы көрсе не болады? Ал біреу жақсы көрді сені. Не болады? Құрметтейді, тағы да не болады? Бағалайды, не болады? Бәрі бағалап жатыр, бәрі құрметтеп жатыр, бәрі жақсы көріп жатыр, бәрі сүйіп жатыр. Не болады? Күшті болады, рахат болады, әрі қарата. Бәрі сені мақтай береді. Не болады? Әрі қарата соған бар. Сол саған керек па? Кімнің мақтауын керек етіп жүрсің? Өз-өзіңді бірінші қабылдасай, өз-өзіңді бағалап бастасай, не істейсің біреудің мақтауын? Бәрінің мақтауын не істейсің? Кімнің признаниясын күтіп жүрсің, Марал? Саған кімнің признаниясы керек? Өзіңді признавать етсе, бүгіннен бастап өзіңді жақсы көрсе, сені адамдар жақсы көруге лайықтысың.
Сен ешкім признавать етпесе де мен признавать етем. Мен сені жақсы көрем. Саған ешкім жақсы көргені керек емес. Мен болсам болғаны саған. Мен сені жақсы көрем, мен сені құрметтеймін, мен сені бағалаймын. Қай кезде де болса мен сенімен бірге болам. Әлем жек көрсе де мен сені жақсы көрем деп. Өз-өзіңді қабылдап, өз-өзіңді бағалаған кезде адамның өмірінде өзгеріс, біреудің мнениесіне, біреудің жақсы көргеніне не емессің. Мысалы, балаларым отырған кезде маған жақынғысы келіп отырады ғой. Мама, мен 5 алдым, мама, мен бүйттім, мама, мен сөйттім деп айтып отырды. Мен айтам, балам, сен өзің менің молодец дегенімді күтіп отырсың ба деймін ғой. Сен и так молодецсің. Мені молодец дегенімді айтпай-ақ қой. Күтпей-ақ қой, сен и так молодецсің. Сен и так жақсысың. Сен и так суперсің. Алла сен супер етіп жаратып қойған. Сен вообще супер-мупер қылып жаратып қойған. Сен мен біреуді молодец деген күтпей-ақ қой. Сен бүгін өзің мойында өзінің молодец екенді деп айтам ғой. Вот сол кезде баламда уже деп андай өзгереді. Сол сияқты сіздерге де бала сияқтысыздар әлі кішкентай. Сіздерге де әлі біреуді мойындаған. Болды, ересек болатын уақыт келді. Мен бала емеспін, әркімнің жақсы көргенін күтіп жүретін. Өз өмірімнің, өз тағдырының жауапкершілігін алатын уақытқа келдім деген сияқты, е? Молодец, шүкіршілік жазуды бастадым, өмірімді өзгерткім келеді дейді. Молодец, репетитор. Гербалаев Астана теперь жұмыс істеу, проработка жасау қанша болады дейді. Менің көмекшім бар, сол кішіге шығыңыздар. Как раз бүгін жұма күні жеңілдікпен жазылып қалыңыздар. Бүгін жеңілдік болады жұма күні. Абылайша 30 мыңнан жұма күні 50% жеңілдік болады қыздар. Сол жеңілдікпен жазылып қалыңыздар. Сізді жақсы көрем ғой дейді. Вот осыны айтқым келеді. Шырынка, е? Мен сізді жақсы көрем ғой дейді. Прям осы маған отзыв жазады. Мен жекеме шығады, сосын мен былайнан ответ қайтарып жатам ғой. Сәлематсыз ба, бір нәрсе етсем, ой, сіздің даусыңызды естіп қандай керемет, Марал ханым, мен сізді жақсы көрем, мен сізді бүйтем, сөйтем деп атқан кезде прям жақсы болып қалам мен ше. Прям айтам, альхамдулилля, сіздер сияқты мен өз-өзімді жақсы көрмей шығармын. Шыны керек, сіздер сияқты мен өз-өзімді жақсы көрмей шығармын. Альхамдулилля, Аллах тағала сіздердің жүректеріңізге махаббат салып қойған екен. Сіздердің жүректеріңізден айналдым деймін ба, не деп айтарымды білмеймін. Прям анандай боламын. Альхамдулилля, шүкір Аллаға, Алла тағала адамдардың жүректеріне бір мейірім махаббат салып қойған екен маған деген. Сол рахмет, көріп жатқандарыңызға, амал етіп жатқандарыңызға, қайтпаңыздар, алдыға жүре беріңіздер. Өз-өздеріңізді қабылдаңыздар, өз-өздеріңізді кешіріңіздер, өз-өздеріңізді мойындаңыздар. Алдыға жүріңіздер, әрекет ете беріңіздер, тоқтамаңыздар. Не дейді жаңағы, алынбайтын қамал жетпейтін жетістік жоқ. Бәрін алуға болады. ННН дейді ғой, нет ничего невозможного. Я түбіндегі нанымды түзейсіз дейді. Я түбіндегі нанымды түзеймін. Күйеуіме тәуелді болуды қойғым келеді дейді. Вот сол қорқынышқа барыңыз. Қазір күйеуіңізге тәуелді болып тұрсыз ғой, сол кезде барыңыз күйеуіңіздің. Мысалға, күйеуің кетіп қалса не болады? Тастап кетсе не болады? Я тастап кетті ал. 1 жыл жатасың, 2 жыл жатасың, жылайсың, қиналасың, күйеуіңді шақырасың, кел дейсің, неше түрлі амалдар жасайсың, келмейді. Сонымен не істейсің ары қарата? Сөйтіп жылап жата бересің ба? Өміріңді бастайсың ғой ары қарата. Вот, саналы оймен бастау керек бірінші қыздар. Оймен олсыз өмір сүріп бастаған кезде, сол кезде вам будет легче. Диана, сен соттың өшейін деп жатыр. Қыздар, инстаграмды сақтап қояйын, марафон жайды. Онлайн марафон басталады қыздар, ертең 23-ші. Соған жазылам десен жазылыңыздар. Сол жерде де проработка болады, сол жерде де терапия болады, сол жерде де нелер болады қыздар. Терең трансформациялық проработка, жаңағы қабылдау, өзіңді қабылдау, ата-ананы қабылдау деген сондайлар болады. Өзіңді қабылдау деген, ата-ананы қабылдау деген көбісі ата-ананың қатысы жоқ қыздар. Ол сіздің ата-анаңызды қабылдап қалған ішкі блоктарыңызбен жұмыс жасаймыз. Ата-ана вообще бізге қатысы жоқ, ол өз өмірін сүріп, тағдырын сүріп кеткен адам ғой. Ал біз оларды өзгерте алмаймыз. Бірақ жаңа соған деген қабылдауымыз біз өзіміз ішкі қабылдауымызбен жұмыс жасаймыз.
Сосын жаңа жылға мақсат құрамыз, арман құрамыз, е. Сосын телесный терапия болады, тоже женский энергияны көтеретін телесный терапия болады. Содан кейін соңғы эмоциялармен жұмыс болады. Сол бағасы 10 мың теңге, жазылам десеңіз жазылыңыздар. Мен қазір мына жерге номерін жазып қояйын, кімнің? Нұрсипаттың, не? Нұрсипаттың номерін жазып қояйын. Неге WhatsApp-қа не болып қойғансың ба? Нұрсипаттың номері қайда? Нұрсипаттың номерін удалить етсің ба не? Мен сақтамағамда ғой. Жоқ, сен WhatsApp-ында тұреді ғой соңғы жағында. Мені көріңізші архивті. Архивтің ішінде болу. Қанша дейді? 10 мың теңге ғой, 10 мың теңге. Бұрыннан Инстаграмнан көремін, ұнайсыз. Жылуыңыз көп жүзіңізде дейді. Рахмет, Жанат, жан. Шымкентке келесіз бе? Шымкентке келіп кеттім ғой. Шымкентке келіп кеттім. Күшті болды ғой, күшті тренинг болды қыздар. Терапияда, тренингта женский энергияны көтеретін, тренингта женский энергияны көтеретін терапия жасаймын ғой. Шымкенттің қыздарына риза болдым мен. Күшті қарсы алды, күшті қып шығарып салды. Вообще супер болды. Тренингта күшті болды, терапияда күшті болды. Супер, үлкен неден өтті ғой, үлкен трансформация. Тез проработкалар жасалып шығып кетті. Жеріңізде 705-568-59-84. Осы нөмірге жазыңыздар. 10 мың теңге қыздар. Соның өзінен үлкен өзгерістерге шығып жатқан қыздар бар ғой. Бір марафонның өзінен бірден өзгеріс келмейді қыздар. Өйткені мен түбін өзгертемін, проработкадан шыққаннан кейін адам түсінбеуі мүмкін. Менде де өзімде сондай болды ғой. Бұрын түсінбедім. Не болып, не қойғанын түсінбейсің, шығып кетесің, бірақ түбі өзгереді. Түбі өзгерсе, әрекетін өзгереді, әрекетін өзгерсе, жаңағы мінезін өзгереді, мінезін өзгерсе, тағдырын өзгереді. Солай өмірін өзгереді, өмірін өзгерсе, тағдырын өзгереді. Осылай кете береді. 705 на TikTok әлемі жаз жеріңізде 705-568-59-84. Кім жазады? Соны сақтап қоя салайын. Қатысатындар жазыңыздар, сол нөмірге. Арзанырақ қылып жасамайсыз ба ханым дейді. Ең арзаны осы менде енді қыздар. Өз-өздеріңізге 10 мың қиыңыздар. Егер көп балалы болсаңыздар, көп балалы дегендерге скидка жасайын, енді көп балалы болсаңыздар. Нұрсипатқа жазыңыздар, көп балалымын деген сияқты, соған скидка жасайын. Қанша күн болады марафон? 5 күн болады қыздар. Қазір пыжып, 21 күн, 40 күн деп жүрудің қажет жоқ. 5 күнде түпкі сананы былай да өзгертіп тастауға болады. Сондықтан түпкі сана өзгерсе болды ғой, түбі өзгерсе болды ғой. Қыздар ана гүл шіріп жатса түбін өзгертесің ғой, түбі кетіп жатса түбін өзгертіп өгіндесен жоғары жағы әдемі бола бастайды ғой. Сол сияқты мен түбін өзгертем сразу. Бет жағында аффирмация айтып деп болдық қой енді. Мына жақпен толғанмен ар жағы өзгермесе, ішкі подсознание өзгермесе, өмірінде өзгерістер пайда болмайды. Я сама себе не ғой? Блоктармен жұмыс жасаймын. Ішкі түбін өзгертем адамның. Жазыңыздар ма қыздар? Жаз жеріңізде 705-568-59-84. TikTok әлемі. 705-568-59-84. Кім жазады? Сол күшті ақпараттар айттым. Жазылам десеңіздер жазылыңыздар. Алла қаласа сіздермен кездескенше. Вот міне, молодец. Сания, рахмет саған. Үйде отқан анамның өзімді таппай жүрмін. Өзім қандай жұмыс керек, неге қызығам білмеймін дейді. Табасыз. Айтады ғой, бір арманға жету үшін 1000 арманның несін аттауыңыз керек дейді ғой. 1000 арманның
мың арманнан аттауыңыз керек. Яғни мен айтамын ғой постоянно. Оны Мұқағали Мақатаевтың өлеңінен оқып отқан кезде байқадым, айтқан кезде. Бір арманның несіне жету үшін, бір арманға жету үшін мың арманнан аттап өтуің керексің. Ол мың арман деген қандай? Мысалға жаңағы мен айтамын ғой, пердені де тіктім, жаңағы нені де істедім, мынаны да істедім, оптовикта болдым, жаңағы бижутерияда саттым, поварда болдым деген сияқты, иә. Қаншама нәрсе істедім, иә, қыздар. Соның ішінен осы айналып келіп психологияға келдім. Мың арманнан аттап өттім ғой. Қаншама нәрселерден жасап аттап өтіп, өзімнің ісімді, мен айтамын, бағана ғана күйеуіме айтып жатырмын, осы маған психологиядан басқа нәрсе жалықтырып жібереді. Соған ғана жалықпаймын, сол адамдармен жұмыс жасауға жалықпаймын, соны зерттеуге жалықпаймын, соны түсінуге жалықпаймын, қалғанын тез жалығып кетемін, тез жалығып кетемін деймін. Сол сияқты алдыға жүре беріңіз, табасыз көп нәрсені. Просто қайтпаңыздар. Болма, сұрақ жоқ па? Никто не решит твою проблему, короче, кроме себя, дейді, самой, дейді. Молодец. Кім жазып жатыр бұны? Гүлмира. Таңғы жүріске шығармай жүр. Жаңа айттым ғой, қыздар, таңғы жүріс жайлы. Жұмыс істеу, проработка жасау қанша болады, дейді. Сізді жақсы көремін ғой, сәлеметсіз бе, дейді. Проработка қанша теңге, дейді. Дариға, дейді. Сонымен не болды олар, дейді. Кімді айтып жатсыз, не болды олар, деп. Жертвадан шықсам екен, дейді. Жертва ше, негізі қыздар, жертва состояниесі ше, анадан келеді негізі сіздерге. Сіз анаңыздың жертвасын көресіз да, өзіңіз жертва болып қаласыз. Сол анаңыздың состояниесін босату керек бойдан. Сезімдерін босату керек. Содан кейін барып не қыласыз? Алматыға қашан келесіз? Алматыға кеп кеттім. Алматы, Шымкент, Тараз қаласына кеп кеттім, қыздар, өткен аптада. Өткен апта емес, оны алдыңғы аптасында. Менің күйеуімдей сияқты түсінігі Аллах тауып қосады, дейді. Два сапага пара дейсіз ғой, дейді. Нумерология, таро дегенге сенесіз бе, дейді. Жоқ. Болашақты Құдай ғана білет, біз білмейміз. Сондықтан жорығым да келмейді. Жорып жатса нумерологиядан керегін алам, керегмесін сырт тастаймын. Любой нәрседен керегін алам, керегмесін сырт тастаймын. Бірақ таро дегенге не онша не қылмаймын. Мен өзімді сенен басқа сені орында ешкім істемейді деп, өзімді тек алға деп жүрем, дейді. Молодец. Бұл жырақ баяу екенімді мойындаймын, қабылдаймын деп күні кешке тоқтамай айтыңыз, дейді. Барынша тырсам, бірақ қалай пысық болам, дейді. Пысық болмасаңыз не болады? Соны біліңіз. Пысық болмасаңыз не болады? Соны анықтаңыз. Пысық болмай кеттіңіз. Вообще. Соны не болады? Өмір бойы пысық болам деп өмір өтесің ба? Осындай не істеймін енді? Қабылдаймын өзімді осындай. Пысық болмай кетсем не болады? Пысық болу керек болса, болсын. Пысық болу керек болмайтын болсам, өзімді осылай қабылдаймын деген сияқты. Сол онда, қыздар, жақсы сау саламатта болыңыздар. Қайырлы түн, осы жақсылықпен ұйықтаңыздар. Давайте.